Алдыңғы видеода мен казактар кімдер, олар қалай құрылды деген сұрақтарға жауап бердім. Ол видеоны сіз описаниедағы сілтемеден көре аласыз. Ал бүгінгі видеода мен 4 казак әскері туралы айтатын боламын. Ендеше кеттік. Жайық казактары. Жайық казактарының ең алғашқы елді мекені 16 ғасырдағы қазіргі Қазақстан аумағының солтүстік-батыс бөлігінде пайда болды. Сондықтан да оларда өзін-өзі басқару элементтері көп болды. Казактардың қоғамдық өмірінің аса маңызды мәселелері әскери топта ұжымдық талқыға салу арқылы шешілетін. Патша үкіметі казактардың еркіндігін шектеу саясатын ұстанды. Олардың тұрмысына бірте-бірте қатаң әскери тәртіп енгізіле бастады. Мәскеу мемлекеті жайық казактарына оңтүстік-шығыс шекараны қорғау және әскери отарлау міндеттерін жүктеді. Жайық казактары 1773-1775 жылдарда Пугачев бастаған шаруалар көтерілісіне қатысты. Мұның өзі патша үкіметі тарапынан жайық казактарына өзін-өзі басқару құқығына қысым жасап шектеу қоюына қатысты болған еді. Жайық казактары ауқатты тұрды. Әрбір казактың 80 десятадан жер телімі болды. Олар егіншілікпен, балық аулау, тұз өндіру және аңшылықпен айналысты. Жайық казактары жерді қоғамдық негізге пайдаланды. Орасан зор жер көлемін иемденген казактар жерді ішкі Бөкей ордасындағы және жайықтың сыртқы жағындағы казактарға жалға берді. Олар осылай мол табыс көзіне ие болды. Қызыл балық пен қара уылдырықтың өзінен ғана казактар күміс ақшамен жыл сайын қомақты табыс табатын. Олар жыл сайын 300 мың басқа дейін қой сата алатын. Жайық казактары 20 ғасырдың басына дейін өздерінің дәстүрлерін байырғы ескі тәртіппен және тұрмыс тіршілігін салтын неғұрлым берік сақтанды. Жайық казактары әскерлерінде байырғы ескі дін, наным, сенім ұзақ сақталды. Жайық казактарының қазақтардың шаруашылығы мен тұрмысына елеулі түрде ықпал етті. Өз кезегінде олар да қазақтардың бір қатар шаруашылық дағдыларын үйренді. Олар қазақтардың әдет-ғұрып, салт санасымен танысты. Жайық казактары тіліне қазақтардың баспақ, дөнен, нар, тымақ, жасауыл сияқты бір қатар сөздерді сіңісіп кетті. Жетісу казактары. Жетісу казак әскерлері 1867 жылы Сібір казактарынан жасақтары болатын. Сол жылы Жетісу облысы құрылған еді. Бұл облыс әскери губернатор сонымен бір мезгілде Жетісу казак әскерлерін тағайындайтын атаманы болып та бекітілді. Жетісу казактары Бұхара әмірлігін, Қоқан, Хиуа, Түркменстанды бағындыруға және ұлт-азаттық көтерілісті басуда ерекше белсенділік танытты. Жетісу казактарына өзін-өзі басқару жетілдірілген түрін тән болды. Өзін-өзі басқару басты органы сход жиыны маңызды рөл атқарды. Казактардың бұл жиналыста әскери топқа жатпайтын басқа қалалық адамдар да қатыса беретін.